мүлдем орнымнан тұра алмай қалдым. Қанша уколдар алдым, капельница алдым, ине салатын жер қалмай қалған. Медик болған кейін өзіме өзім ине сала берем. Күйеуімді де дәрігер етіп жібердім. Кейін жолдасым айтты, болды, медицинаға рахмет. Миыммен жұмыс жасап, мінезіммен жұмыс жасаған кезде менде барлығы жақсы болды. Не көріп отырсыздар ма? Кесел мында. Мен өзім медик кезде елдің бәрін больницаға сүйрей беретін едім. Барлығын үйіме әкеліп укол салам, диетасын күтем. Қазір қарасам барлық адамды олап жүрген екем да. Әрсіз денсаулық. Мен көрсетіп жүрген тыныс алу жаттығулары, мұздай сумен шынығу, ағза тазалау, бәрін сіз тек қана дәрігердің кеңесімен, болмаса біздің орталыққа келіп жасаңыз. Өздігіңізден жасасаңыз, денсаулығыңызға қауіп төнуі мүмкін, жауапкершілік өзіңізде. Армысыздар, біздің YouTube каналының тұрақты көрермендері. Міне 73 шағымды мәресіне жеткізіп шығарып салып жатырмыз. Соның ішіндегі халықпен алған осындағы әсерімен бөлісейін деген үздік шынықтырушыларын шақырып отырмын. Соның бірі Дәмегүл қарындасым. Енді жаңа біраз әңгімелестік. Былайша айтқанда өзі медицинада қанша жыл жұмыс істедіңіз? 12 жыл жұмыс істедім. 12 жыл заведующий немен бар, да? ФАП-тың, фельдшер-акушерский пункттың заведующий болып жұмыс істеген 12 жыл. Сол жерде жүріп, узловой зоб ауруына шалдығады. Соны ары қарай айтып беріңізші, сонда не болды? Былайша айтқанда дәрігерлер ана дүйек аттандырып жібере жаздан ғой. Жаңағы 26 дедіңіз ба? Қалай болды? Қалай? Мен сол өзім ауырып жүргеннен кейін неден өттім. Өзім, хотя ол кезде фельдшер-акушерский пункттың заведующиймін ғой. Қай жыл ол? Ол 96 жылы. Содан барлық анализдерді тапсырдым. Эндокринолог келіп, сен несің деді. Короче, анализдерің дұрыс емес. Осындай нелер ішесің деді. Оны біраз ішіп жүрдім. Оны ішіп жүріп, асқазаным құрыды. Одан терапевт учетқа алды. Сөйтіп жүргенде уже психикам әсер ете бастады. Невропатолог учетқа алды. Одан кейін женский аурулар пайда бола бастады. Енді барлық гормондар кетіп жатыр ғой. Сөйтіп женский 4 врачта учетта тұрдым. Сөйтіп олар консилиум жасап маған. Узловая зоб, жаңа мұнанша дәрін ішесің, 6 ай ішесің еді. Мен бірақ оны 9 күнге әрең шыдадым. Өйткені қанша дәрі берді? 27 таблетка. Енді оның ішінде жидкейі бар, таблеткасы бар. Біреуін до еді, біреуін после еді. Мен өзім медик болғаннан кейін былай жазып қойғам. Сағат мынандай кезде сүтпен ішем, сағат мынандай кезде тамақтан алдым, но тамақтан кейін деп. Соны 9 күн ішкеннен кейін вообще орнынан тұра алмай қалдым. Міне невропатолог, эндокринолог, гинеколог и терапевт. Төртеуі қосылып, бәрі өз дәрілерін берген. Сонда былай қарасаңыз, бұл адамның ағзасы, айталық, бір қазанға ет салдыңыз, картоп салдыңыз, сәбіз салдыңыз, күріш салдыңыз, ол бір суда қайнап жатыр емес пе? Бәрі араласып жатыр да. Сонда ананша химия салғанда бұл ағзада не болды? Әрине 9 күннің ішінде ағзаны қатты улап жіберген ғой. Содан мүлдем орнымнан тұра алмай қалдым. Одан кейін қанша уколдар алдым, капельница алдым, внутрімышечный, подкожный, бүкілін алдым. Ине салатын жер қалмай қалған. Таблетканы іше алмайған күн уже уколға отырдым да. Сол укол салатын жер жоқ. Мен өзім медик болған кейін өзіме өзім ине сала берем. И жолдасымды да үйретіп қойдым. Кейде өзім шамам келмей қалады. Или капельницаның инесін тығып берем да, ол кісі ананы не істеп береді. Сөйтіп күйеуімді де дәрігер етіп жібердім. Сонымен бірнеше жыл жүрдім. Кейін жолдасым айтты, болды, медицинаға рахмет. Сөйтіп қанша кітаптар сатып алып, жаңағы Малаховтың кітабымен емделдім. Ол кезде мен шынын айтсам, уринотерапиямен емделген кезде менде көптеген құрттар түсті. Өйткені қалай айтты, мен соның бәрін жасадым. Бірме-бір жасадым. Ана клизма, упарина, урина деген болады. Түнгі 3 пен 4-тің арасында дейді. Одан кейін күндізгі алған уриналардың барлығын өзім дұрыс соны пайдаланудың бәрін біліп, одан әжептеуір результат көрдім. Одан кейін психосоматикамен жұмыс жасадым. Луиза Хейдің, одан кейін Джон Кехан кітабы. Короче, мына миымен жұмыс жасай бастадым. Джо Диспенза. И мен миымен жұмыс жасап, бұрынғы өзім енді әженің қызы болғам. Айтқан, деген. Хотя үйде 12 перзент өстікті, мен тұңғышымын. Кемпірдің қызы болғаннан кейін Дәмешжанның айтқан бір төбе, ана 11 бір төбе десе, сол бір төбе екенмін деп. Әбден ана ерке қыз болған ғой. Сол ерке тотайлығымды бастым, тәкаппарлығымды бастым. Короче, миыммен жұмыс жасап, мінезіммен жұмыс жасаған кезде менде барлығы жақсы болды. Не көріп отырсыздар ма? Мен айтамын ғой, кесел мында 90%, 80-90% кесел мында.
емі де мында. Жаңа айтып отыр Дәмегүл, мен өзімнің ашуымды, ызамды, ренішімді, соның бәрін басып едім, бәрі денсаулық өзін-өзі реттей бастады. Сондықтан гомеостаз деген термин бар, ол ағза өзін-өзі емдеп, өзін-өзі реттеп отыратын тірі жүйе. Содан кейін дәріден шықтыңыз, денсаулық қалпына келді да? Дәріден шықтым, бірнеше жыл жақсы жүрдім. Кейін 2002-де 18 жастағы інім қайтыс болды, 2004-те анам қайтыс болды. Ол кісі енді онкологиямен ауырды. Інімнің күйігінен қысымен жата берген ғой. Жаңағы салқын су ішіп, мұздай полда жата береді екен. Папам айтады да оны кейін. Сөйтіп өзім медик болған кейін оны больницаға сүйредім енді. Мен өзім медик кезде елдің бәрін больницаға сүйрей беретін едім. Барлығын үйіме әкеліп укол салам, диетасын күтем. Қазір қарасам барлық адамды олап жүрген екен да. Сөйтіп анамды осы жақта операция жасады. Қанша емдеттім, ой нервтан ана баласына күйініп жүр деп та. Сөйтіп мына жаққа келсе уже тамағынан ас өтпейтіндей болып қалған екен. Сөйтіп операция жасады. Операция болған кезде жанында бола алмадым деп өзімді қатты кінәладым. Өзіме өзім ренжідім, өкіндім, өйткені мен босанайын деп отқан болатынмын. Сөйтіп босанып болған кейін менде давление түспей қойды. Давление түспей қойғаннан кейін мен уже тағы да іздене бастадым. Қайтадан сол психологтар, психосоматологтар сондайларға келісіп, мен солардың жұмысын жасап, және мен жаңа со страхом надо перебороться деп қорқынышпен, үреймен жұмыс жасадым. Кілең ол кезде Қарағандыда, Астанада орыс психологтарда оқыдым да. Ал бірақ ол кезде барлығын кереметтей түсінбесем де, орысшаны миыма нетіп алып, переводтап, одан кейін сіңіретінмін ғой. Кітаптарын оқыған кезде де біраз ойланып сіңіретінмін. Сөйтіп енді қазір одан кейін 2004-те қызымды босандым, одан кейін қатты ауырдым, 2007-де, бірақ мен ауырсам да тек тыныш жатпайтынмын. Мен бұрын медик болсам, түнде жаңағы тігіншілік қызмет тегін жасаймын, ауылдың бәріне тігіп берем. Сол кәсіпті бүйтіп не істей бастадым. Енді оны 97-тен бастадым, уже 2007-тен кейін мен уже кәдімгі ИП ашып жұмыс жасай бастадым. Бір жағынан ауырсам да қарап отырмадым да. Және бір жағынан өмірге құштарлығым шығар деп ойлаймын. Содан 2009-да жаңа страхпен күресеміз деп жүріп, және мен оқыған кезде жолдасым оқымаса ол вообще қалып кетеді екен. Сөйтіп жолдасымыз екеуміз бірдей, бір 10 күнге мен барам, бір 10 күнге оны жіберем. Сөйтіп екеуміз бірге дамып, Алматыға көшіп келдік, Аллаға шүкір. Сол жылдың 6 жылдың ішінде 3 жылды оқытып, үйлендіріп, үшеуін 3 үй жасадық. Оның барлығы сол мына біздің миымыздағы білімнің несі екен. Міне ағайын, сөзіңізді білейін. Орыстар айтады, спасение утопающих, дело рук самих утопающих дейді. Суға кеткен адамның талғармайды дейді, суға кеткен адамның аман қалу өзінің қолында. Сондықтан егер де Дәмегүл жаңағы стресс депрессияға беріліп біттім құрдым деп жатып қалса, қимылдамай, жылап сықтап, бітті баяғыда кетіп қалатын еді. Сол ауырғанына қарамай, іс тігіп, анда оқып, мында оқып, өмірге талпынысының арқасында бүгін осы жерде отыр. Ал енді жан мен тәнге келуге не себеп? Енді жан мен тәнге келуге себеп осы былтыр декабрь айында егіз лебіз деген нелер бар ғой, кілең атақты әншілерге киімді мен өзім тігем, қыздар енді басқаларын тігеді. Соларға киім тігіп болдым, түнгі 12-ге дейін ертең концерт. Сөйтіп енді мен вообще давлением бар деп ойлаған жоқпын ол кезде. Енді бұрын болды ғой, енді жаңағы стресс кезінде болды. Содан қалып кеткен болатын. Шаршаған шығарым деп ойладым да. Ана кісілердің киімін 12-де беріп жібердім. Азанда қарасам тұра алмаймын ғой орнына, басым таң намазына тұрсам басымды қайтып көтере алмаймын. Сөйтсем қазір мен шаршадым, кішкене демалып алайын, кішкене содан 1,5 болды. Скорый шақырса 210-ға 110 ғой. Сөйтіп тағы да қайтадан енді нені случайно бүйтіп инстаграмға өзім фото салайын деп ойладым, мен тіккен киімді салайын деп ойласам, бірінші реклама шығып тұр Еркебұлан. Подробный бассам Еркебұланға түстім. Сөйттім де 18 күні. Вообще ойланған жоқпын. Сразу мен бронь жасадым. Өйткені жан мен тән шықты ғой. Жан мен тән шықты. Сөйтіп оны Еркебұлан деген жігіт өте керемет етіп түсіндіріп берді. Содан кейін мен айттым, болды Еркебұлан, мен жазылам, бірақ мен қазір заказ алып қойғам. Енді ол да жауапкершілік қой. 20-сына дейін егер бітіріп үлгерсем 20-сына барам, болмаса 27-сіне. Ол екеуіне де барамадым. 21 күн Қазақстан қонақ үйіндегі алып қойған болатынмын. Мен айттым, мен оған бар уақытымды кетірмей ақ қой, мен барам деген шешім қабылдадым. Жолдасым да көрді де, болды барасын деді. Ол да өзі келмекші еді. Бізде қазір семейный бизнес болған кейін ол кісі шалмай қалды. Сөйтіп
енді Құдай қаласа тағы да жолдасыммен қызыммен бірге келем деп отырмын. Өте керемет. Жаңа қазір мен тағы да айтайын, ол кезде келген себебім бұл жерге сіздердің мына ашығу, суық сумен деген мысалға қандай нәрсені жасасаң да соны білетін адамнан сіздің біліміңіздің ұшан теңіз екенін мен бір-екі видеоларын көрдім да, енді бұрын сіз как бизнесмен ретінде білетін болсам, мысалға адамдарға қанша мотивация беріп, қанша адамдарды бизнеске ынталандырып, әркім өзінің жұмысын істеп кеткен адамдарды білемін. Сіздің курстарды оқыған Дәулет деген жігітті, Айнаш деген қыздарды білемін да, сол арқылы ғана білуші едім. Ана жерге кірген кезде вообще шок болдым ғой, ана видеоларды көріп. Соншалықты білімнің барлығын топтастырып, қаншама нәрсені адамдардың аузына шайнап беріп тұрсыз да, соны жұта салу керек қой тек. Содан кейін шешім қабылдап, осы үші күнге келдім. Өкінбеймін. Міне түсінетін адам, бағалайтын адам, адамның бір нәрсені бағалау үшін де деңгей керек те. Мысалы, Дәмегүл жаңа айтып отыр ғой, Джон Кеха, Малахов, Диспенза, Луиза Хей бәрі кітаптарды кеміріп тұрып оқыған, өйткені адамға денсаулық керек. Соны түсінген адам басқа адамды түсінеді, бағалай алады. Әйтпесе біреу сырттан көреді, ойбай, анау алаяқ, анау шарлатан, анау мынау деп әңгіме айтады. Ол ішінде құшығын сыртынан шығарып жатыр да. Сіз енді медик ретінде осында көріп жүрсіз, қанша адамдар келіп жатыр. Солардың енді өзіңізде давление қалпына келіп қалды ма? Менде келгеннен бері вообще шыққан жоқ. Бірақ кеше қатты не болды, ол интоксикация организма ғой. Бірақ мына суджок дегенді оқуға мен тағы келетін болам. Жолдасыммен бірге. Өйткені кеше менде давлением қатты тарсылдап көтеріліп тұрды да. Міне қыздарыңыз маған көмек беріп, қолымнан соны қалай нету керек, сонымен-ақ түсірді давлениемді. Керемет. Енді сіз басқа өзіңіздің давлениеңіз, суық суға, ашығуға бәріне үйрендіңіз да? Ана біздің психологический сабақтарды былай қабылдай алдыңыз ба? Психологический сабақтарыңыз вообще керемет. Енді сөзім жоқ, айтып отырмын ғой, барлық жерден нелерін, барлық білімді топтастырып, адамдардың просто миына құйып бердіңіз ғой. Кеше бір жігіт, ана шопыр жігіт, мен түнгі сағат 2-де жатам, сағат 5-те тұрам. Бәрі мынауның бәрі бос сөз, басым ауырып кетті, одан да тазалауға жүрейік дейді. Онан кейін 1-2 әйел сөйтіп кетіп қалды ғой, сабаққа кірмей. Былай қарағанда, егер мен анау Алматыдан келем, кейде кептеліс болады, үйге осы жерден кейде 5 сағат жүріп барам. Сонда мен осында шауып келіп, 4 сағат, 5 сағаттан аузын көпіріп әңгіме айтқан кезде, қажет жоқ қой, үйде жата берсем болады ғой. Тазабаға айтам, барлық жерде таза бар. Бірақ адам өмірлік азық мына жерде білім алып кету керек. Ол әйелдер көп нәрсені жоғалтты ғой. Көп нәрсені жоғалтты. Ол просто бар ғой, білімсіздігінен. Олар көбісі ойлады, қуыс кеуде. Мына заман негізі осы 21-ші ғасыр қуыс кеуде. Менің жолдасым логотерапияны оқиды қазір Санжар Керімбайдан. Қуыс кеуде. Сонымен бірге немерелерімізді оқытып жатырмыз да қазір. Тамаша. Сол просто білімсіздігінен болды деп ойлаймын. Мен ол кісілерді көрдім. Мен кеш жатам, ерте тұрам, демалам деп келсем деді. Олар енді бір ойлап қалды ғой деймін, санаторий деп та. Бірақ мына жерден енді мен ұшан теңіз білім алып кетіп бара жатырмын. Бұрынғы білімдеріме білім қосып, өзім вообще аспанда қалықтап жүргендеймін. Өте керемет. Абай атамыздың айтады ғой, мені сен теңбе деп мақтанасың, білімсіздік белгісі ол баяғы. Мен бірдеңке білем деп күре тамыр адырайып дауласады. Енді өзіңіз медик ретінде басқа адамдарды бақылап қарап жүрген шығарсыз. Өзгеріс байқадыңыз ба? Өзгеріс өте көп. Мына жерде мен артрозбен, мысалға бізде медицина полиартрит, артроз, ревматойный артриттер олар жазылмайды. Мысалға мені де учетқа қойып қойды осы жақында. Жаз айында қойып қойды. Менде бауырда киста екен. Мен жаңа обследование өттім, давлением шыға бергеннен кейін. Сөйтсем менде бауырда киста бар екен, мен оны білмеймін, хотя ана өзім барлық айтады, сен бір сектаға кіріп кеткенсің, қуып жүресің деп, жаңа психологияны оқып алып жүре беремін өз көңілімді өзім көтеріп. Соның бауырдың білінбейтін себебі ол жерде нерв болмайды ғой. Сол бауыр ауырмайды негізі. Қарасам менде киста бар екен. Және жаңағы давлениеге бола бардым ғой. Сол бауырыңда дегеннен кейін мен осы жерге не істеуге келдім де, қанша кісіге куә болдым. Осында келгелі менің давлением түсіп жатыр. Үрейім кәдімгідей жоғалды, қорқушы едім. Судан да қатты қорқатынмын. Енді керемет. Мына кісі айтқанда менің қасында жатады, қайта давлениесін өлшей беретін тура бір өліп қалатын сияқты қорқады да. Қазір оның бәрі басылып, ойымда рахаттан ұйықтайтын болды ғой. Ойламаймын мен дәрі ішемін деп. Таңертең бір
үрей қорқынышпен тұратынмын. Бұның күні бойы қалай болар дәрі ішемін деп. Мен әзір үйтпеймін, ұмытып қалдым. Қалай мида ма екен барлығы? Барлық зат мида екен. Мен осыдан ары қарай енді өз-өзімен жұмыс істеймін, миымды тазалаймын, жанмен тәнге келгеніме еш өкінбеймін. Жаңа ревматойный полиартрит бар ма, давление бар ма, жаңағы Маңғыстаудан келген. Боковой атрофический склероз. Ол келіншектің де мысалға келген кезде тек көзінен жас ағып жылай беретін. Бүгін көрсем көзінде нұр ғой. Мен түсірдім, одан кейін жас қыз бар ғой, соны да соға түсіруге көмектестім. Красная волчанка. Красная волчанка, иә. Ол да емделмейді, бұның бәрі аутоиммундық аурулар деп айтады. Емделмейді емес, емделеді. Емделмейтін ауру, емделмейтін дерт жоқ. Қашан? Табиғат және адамның иммунитеті екеуін үйлестіре алса, кез келген адам кез келген аурудан емделіп шығады. Енді ол біздің медицинада оның барлығы красная волчанка болсын. Мысалға менің өзімдік гипертонический болезнь деп, екінші стадия деп учетқа қойып қойды. Зоптан қайтадан учетқа қойып қойды дәл қазір. Бірақ мен барлық диагнозын біліп алдым да, теперь буду работать с психосоматикой и жанмен тәнге барам дедім де, кетіп қалдым, болды. Біз жанмен де тәнмен де жұмыс істейміз. Психосоматика тек қана көбінесе мимен жұмыс істесе, біз тыныс алу, йога жаттығуы, ағза тазалау, шөп, дәрі, биенің сүті, түйенің сүті, шырын, кинезитерапия, тыныс алу, осы арқылы біз тәнді де и сананы да тазалаймыз, шынықтырамыз. Сол кезде ағза өзін өзі алып шығады кез келген кеселден. Барлығы негізі табиғаттан алыстап қалуымыздан. Мысалға енді қалаға келдік, күндізін ананы оқытайық, ананы бүйтейік деп жүре беріп, біз ана робот сияқты болыппыз ғой. Нағыз темір қатын болған екен, қазір ойласам. Өйткені ана машинаға қақайып мініп аласың, жұмысқа барасың, қайтып машинаға мініп үйге келесің. Қазір енді сол табиғатпен үндескен деген бұл керемет екенін сезіндім. Енді бірақ қолту кейін табиғатқа үндесу деген сөз көп ойлайды, табиғат аясында көбірек болу, таза ауада көп жүру деп болған емес. Жаңа мұздай суға түсу, шынығу, міне сол кезде мысалы ұшқан құс, жүгірген аңның бәрі қыстағы ойбай 40 градус баяз болды деп олар қора іздемейді, олар соны жүреді. Өйткені табиғатқа үйлесіп кетті. Мұздай суға түскен кезде сен табиғатқа оралдың. Шыққан кезде денеде бір күшті күш қуат пайда бола ма? Мен бірінші күні түстім, бірақ қорыққан жоқпын. Бірінші аяғымда, одан кейін жайлап беліме дейін, кейін басыммен сүңгідім, 3-4 рет сүңгіп шықтым. Анда жерге бір түсіп шығыңыз, сосын кейін ана жаққа барып түсесіз, сүңгисіз. Қалай? Дәмегүл, қалай? Кейін сыртқа шықсам, денем деген прям қызып тұр ғой. Рахат та, ана, вообще суықты сезбейсің. Сөйтіп барып қарға шомылдым. Вообще керемет. 40 триллион клетканың бәрі дүр сілкініп оянды деген сөз. Өмір келді. Жаңа өмір келіп жатыр. Жақсы, керемет, Дәмегүл. Ризамын. Міне қазақтың ұлттық киімін тігіп, соны насихаттап, сол арқылы өндіріс ашып жатқан Дәмегүлге өте ризамын. Өкінішке қарай қазір бізге бір кездер Европаша киініп алдық, оңген кіндігін ашып жүру, оңген арабша киіну, түгел ана тіпті көзіне дейін бейт тұмашалап қоятындар қазір мен өте көп көрем. Ал әрбір халықтың өзінің ұлттық киімі бар, солай емес пе? Мысалы, индиялықтардың, малайзиялықтардың, афғандардың бұрынғы ұлттық киімдерін көрсең қандай әдемі. Қазір бәрі қап-қара болып, қап киініп алған. Сондықтан мен де ер азаматтарды тігесіз ғой да? Барлық 1 жастан бастап 80 жасқа дейін барлығын тігеміз. Оңген сіздің контактыңызды алып қап, мен өзімді, немерелерімді апарып, мен де оны бізге міндетті түрде тойда киетін әртістердікі емес, бір заманауи күнделікті, мысалы үстіге киіп жүретіндей қып, ұлттық ішіне бір нақыштар беріп, сондай тігіп берсеңіз, соны мен киіп жүруге дайынбыз. Өйткені әрбір ұлт өз ұлттық киіммен ерекшелену керек. Соның ішінде қазақтың ұлттық киім керемет қой. Шетелге шығып, бүйтіп жүрген кезде адамдардың аузынан су құриды. Қандай әдемі. Ана
түстердің үйлесімі, біздің анау сақтардан, ғұндардан, кейінгі атамыздан қалған қошқар мүйіз, басқа мүйіздерді керемет, қазақтың киіз үйінің өзі үшін керемет, қандай әдемі. Сол еңбегіңіз жана берсін. Рахмет. Деніңіз сау болсын. Осы қазақтың бәрін ұлттық киімге киіндіру арқылы ұлттық патриоттық сезімін оятып, еңбегіңізді жандыра беріңіз. Ол үшін ден сау болу керек. Иә. Бала шағаңыздың қызығын көріңіз, осында үйренген нәрселердің бәрін насихаттап жүріңіз. Кейін мен сізге айтатын рахметім, кеше айттыңыз ғой, мұрат болу керек адамда деп. Менің осы жерден өзімнің бұрында да мен енді арман мақсаттармен жұмыс жасадық қой, психологтармен жасаған кезде. Бірақ мен өзім енді мұратымды таптым деймін да. Өйткені дәл қазір мен 2 немереммен қызымды осы кәсіпке тәрбиелеп жатырмын. Әрі кәсіпкер, әрі бұл өнер ғой, біздің қазақтың әрбір қазақ бір қазақша киіммен жүрсе дегенде. Сол мұратым. Енді мен бұрын карантин кезінде онлайн сабақ өттім тігін саласында да. Сонда барлық айтады, тек тыныш отырмайтын адам екенсің, енді карантинде тыныш отырсаң болады ғой деп та. Бірақ мен ішім қайнап тұр, қалай тыныш отырамын? Енді сол әрбір үйде отырған әйелдер бар ғой, әрбір қызыққан әйелдерді сол оқытып онлайн емес офлайн үйрету. Өте тамаша. Сондай мұрат қойдым. Тұрған су сасиды. Өмір деген ол қозғаныс. Движение – это жизнь, егер орысша айту керек болса. Сондықтан жатқан адам, жатқан тастың астына су жүгірмейді. Жатқан адамға ештеңе келмейді. Денсаулығы да құриды, табысы да құриды, өмірде құриды. Сондықтан қозғала беріңіз. Ана апаларды көрсеттім ғой, 100-100-ден асқан апалардың спортзалда жүргенде, сол сияқты біліміңізді таратып, ана кәсіп жасайын деген әйел адамдарды үйретіп, сон қызығын көре беріңіз. Міне, дәмегүлге лайк қойыңыздар, бұл комментарий қойыңыздар. Өмірге деген құштарлық, өмірге деген талпыныс, адамның денсаулығы, тағдыры өз қолында. Және тарата жүріңіздер.